Қараман Тайшығара 3 бөлім. Сұлтандар мен қақтығыс. Тайшығараның Есет батыр көтерілісіне қатынасуы. 1847 жылы Кенесары Қасымовтың тағы құлап, қазақ хандығы ыдырап, ұлт-азаттық қозғалыс қанға бөгіп басылғаннан кейін патша үкіметі отарлаушылық саясатын ашық жүргізіп, езілген елді неше түрлі салықтармен тұралатты. Екінші жағынан қазақтың өзінен шығып патша ұлықтардың сайлауымен болған сұлтандар өз салықтарын қарапайым халықтан жинады. Одан да қиыны құнарлы жерлер жылма-жыл алынып, жергілікті халық шөл жерлерге ығыстырылып, тартып алынған тәуір жерлер әскерилер мен ішкі Ресейден келген қарашекпенділерге берілді. Кең далаға жайылып үйренген ағайынның малы сыймады. Тәуір жерді тартып алып еленуден сұлтандар мен олардың туыстары қалыспады. Малы өспеген қазақ ауылдар күйзеушілікке ұшырады. Бекініс басшылары қазақ ауылдарын барлап қайту деген қағиданы бетке ұстап, үнемі жас ауылдар шығарып, халықты үрейлендіріп, тонау әрекеттерін жүргізіп отырды. Патша жарғысында отарланған қазақ елін басқару, бағынбағанды жазалау жолдары қазақтардың еркіндігін жойды. Ішке сұғынған кіріп салынған торғай бекінісі Арғыз торғай бойындағы елдердің төсіне қонған қарақұстай қадалды. Осындай жолсыздыққа шыдамаған Арғыз торғай бойындағы ауылдар көтеріліске шығып Есет батырдың айналасына жиналды. Патша ұлықтары әскер шығарды. Оларды жағымпазданған сұлтандар мен патшаның офицерлері басқарды. Көтерілісшілер мен жазалаушы отрядтардың арасында кескілескен ұрыстар жүріп жатты. Намыс буып, ызаланған адамдар ағылып Есеттің сарбаздарына қосылды. Осы қозғалысқа бір топ адамдарды ертіп келіп Тайшығарада қосылды. Қозғалыстың ішіндегі арғындардан құралған жасақты басқарды. Қозғалыс етек алып бүкіл торғай даласына жайылды. Алдында басып жаншып тастаймыз деп қоқиған сұлтандар қозғалысты тоқтата алмайтынына көзі жетіп, түрлі айда шарғыға ауысты. Орынбордың генерал-губернаторы Арыстан Жантөринге Есетті ұстап әкел деп бұйрық берді. Ол өз отрядымен Есетті айнала қуды. Өзіңе шен береміз, кешірім жасаймыз, ешкімді жазаламаймыз деп көлгірсіді. Әртүрлі сыйлықтар ұсынды. Алайда Есет көтерілісшілерді сатпады. Соңынан қалмаған Жантөринді 1856 жылы маусым айында таң сәріде оның лагеріне басып кіріп, өзін өлтіріп, отрядының талқанын шығарды. Бірақ көтерілісті торғай даласынан басқа жерлер қолдай алмай, Есет өз отрядымен 3 жылдай ұстатпай қаша ұрыс салумен болды. Жеңіліс табатын жағдай туды. Сондықтан Тайшығара өз адамдарымен еліне қайтып, орманды сағалады. Көтеріліс жеңіліс табы берген соң аттан түсіп, тіршілік қамына кірісті. Бұдан кейінгі болған қозғалыстарға қаруасып қатынаспаған. Ресей ұлықтары Шығыс Сібір мен Орта Азия Қырғыз даласындағы халықтарды өзінің ұлттық атымен атамай, бұратаналар немесе түземдіктер деп атаған. Кейбір мәдениетті, парасатты озық ойшылдары жанашырлық жасап, адам құқығын қорғау жөнінде ойлар қозғап, патшалық Ресейдің тағылықпен отарлау саясаттарын батыл айыптап, ашық күрестерді жүргізген. Оны сол кездегі баспа беттерінен көреміз. Соның бірінде қазақ даласындағы ұлт-азаттық қозғалысты асқан қаталдықпен басқанын әскерлердің жүгенсіздігі әшкереленді. Есет Көтібаровтың қозғалысын аяусыз басып жаншу туралы айта келіп, колокольдің беттерінде Герцен былай деп жазды. Баяғы заманғы соғыстардан немесе моңғол шабуылдарынан бері қаталдығы жағынан полковник Кузьмин, майор Берешевтің шабуылындай жантүршігерлік сұмдық шабуыл болған емес. Бұларды өз кеңсесінде отырып, Липранттың бұрынғы көмекшісі Григорьев айдап салып отырды. Бұл қанды оқиға бастан аяқ жазуды күтуде. Осы бір азғантай сөзден қазақ халқы қандай қанды оқиғаларға кездескенін, отарлау саясатының қалай жүргенін, азаттықтың құрын түсіну онша қиын болмаса керек. Бұған торғай даласы, оның халқы, келешек ұрпағы куә деп Сүлеймен қарт күрсініп сөзін аяқтады. Қазақ даласындағы ұлт-азаттық қозғалыс жеңіліспен аяқталып, халық мұқалып, сол дүрбелеңнің кезінде елдің шаруашылығы да қатты шайқалды. Қазақ ауылдар қозғалысқа барын берсе, бекіністегі патша әскері мен ұлықтар талады. Патшаның салығы жағадан алып, отарлаушы Ресей ішкі жақтан қарашекпенді мұжықтарын қаптатып, Сарыарқаның солтүстігінде құнарлы жерлерді еріксіз тартып алып, ондағы қазақ ауылдарын шөл және шөлей жерлерге қыстырды. Мұндай жоспарлы жасалған күшпен жүргізілген әрекет тұрғын халықты қатты күйзеліске ұшыратқаны көпке аян. Өз ауылының тізгінін мықтап ұстап, қозғалысқа да жақтас болып, патшаның жазалаушы жасақтарына да жол бермей, сұлтандар мен ұлықтардың өзі санасып отырған қазақ даласындағы беделді билік иесі саналатын Үмбетей Көбектің ауылына да тапшылық қоныс қонды.
Малын қозғалысқа қатысушы сарбаздарға бергеннің сыртында табиғи жұтта жағаласты. Шамасы 1859 жылдардың кезі болса керек деп сөзін бастады қадірлі ағамыз Сүлеймен. Ауылдастар бас қосқанда қиыннан қиыстырып әңгіме айтып, көпті өзіне тартатын жігіт ағасы Боқанов Әміртай бұл жолы да Сүкеңді еріксіз сөзге тартқан еді. Ерте тұрып биікке қарай аяңдаған көбек өзіне Тайшығараны шақыртты. Таңғы таза ауаны кеудесін толтыра жұтып, күн шапағына тесіле қараған. Көбек сәлем берген Тайшығараға мол денесімен бұрылды. Саумысың шырағым, жақсымын аға. Көбектің түрінен ұйықтамағандықтың, қажығандықтың белгісін анық ұққан Тайшығара шамасы мені алыс жолға жұмсағалы тұрау деп жабалады. Көбек аз кем үнсіздіктен кейін: ауыл жағдайын түсініп жүрген шығарсың. Алыстық жылыстық күштілігін істеді. Аждақадай аранын ашқан ұлықтар талауын қоятын емес. Патшадан қолдау тауып, еңсені көтертпей жаншып барады. Адамдарда ашығатын түрі бар. Азық түлік жағы қиындау. Сендердің әкелген азықтарың талғажау болар, бірақ ет те керек. Өзіміз талпынбасақ, бізге ешкім қол ұшын бермейді. Қолдарында билігі барларға тәуелді болмайық. Сондықтан Қорғалжындағы Алтай ағайынға барып, інім Аққошқарға менен сәлем айт. Бізге ағайындық жасап байтақ берсін. Егер келісім берсең жалғыз бар, көмек бере алмаса сөзге қалармыз. Ағайынның арасындағы істер құпия қалсын деді. Лұқсат болса жолға қамданайын деді Тайшығара. Лұқсат жолың болсын, жолдасың қадір болсын деп терең ойға шомып қала берді көбек. Тайшығара атына мініп Алтай еліне жол тартты. Ер азығы мен бөр азығы жолда деген қона түстеніп, қалқұтан өзеннің бойындағы қозғандарға соғып, ат жалдырды. Өзеннен әрірек бұлақ басында отырған шағын ауылға, үлкен боз үйге бұрылып ат басын тіреді. Құдай қонақпын деп дыбыс берді. Үйден өзі қатарлы жас жігіт шығып, еншіміз айырылмаған қазақ емессіз бе деп аттан түсіріп алды. Үй иесі жас жігіт малын сойып, қонақты аст үстіне түсіп құрметтеп, аңсап келген інісіндей жатып жастық иіліп төсек болды. Сен кімсің, қайда барасың деп біріне бірі жөн сұрамады. Таңертең асын ішіп жүрмек болып жол қамына кірісті. Үй иесі де киініп бірге аттанды. Сен қайда барасың деп Тайшығараға да сұрамады. Екеуі бірге шыққан адамдай жолға аттанды. Шарбасы бар, жолда қалатын шығар деп ойлаған Тайшығара. Алайда ол жігіт Тайшығара қонған жерге қонды. Сынаған адамдай соңынан қалмай бірге болды. Екеуі де бір-біріне сыр ашпай, ойын қалжыңмен Алтай еліне жетіп, Аққошқар ауылына келіп түсті. Ауыл үсті келімді кетімді адам, қаптаған қонақ, бұларды да жастау бір жігіттің үйіне түсіріп қонақ кәдесін жасады. 3 күндей аунап қунап қызық қуып жатты. Барып сәлем беруге Аққошқардың алды босамай, жастар жатсынбаған жайлы орнында жата берді. 4-ші күн ағайдың алды аздап сиреді. Көріп шығуыңызға болады деп үй иесі ізет білдірді. Үй иесінің бастауымен қонақтар Аққошқардың 12 қанат сәнді де салтанатты ақ үйіне сәлем беріп кіріп келді. Сыпайы сәлемнен кейін қонақтарға төрден орын берді. Үй толған билер мен ауыл ақсақалдар екен. Қонақ салтымен Аққошқар жас қонақтардан жөн сұрады. Мен Торғай даласындағы кіші арғынмын, тегім Қараман, атым Тайшығара. Үмбетей Көбектің ауылынан келдім. Жарамдағы жігіт жолдан қосылған азамат. Адамды атынан емес затынан таны деген ғой. Атын сұрамадым, заты бір басқа татырлық деп шамаладым. Аққошқар: бауырым екенсің ғой, кел, көріселік деп орнынан тұрып құшағын жайды. Тайшығара ұшып тұрып ақаңның құшағына кірді. Бейтаныс жігітті де бауырына қысып, елдің азаматы болыңдар деп тілегін айтып, екі жігітті қасына отырғызды. Ауыл ақсақалдар да қауқылдасып қозғалақтап өздерінше ілтипат көрсетіп жатты. Аз үнсіздіктен кейін Аққошқар елдің амандығын біліп, Көбектің өзін үй ішінің амандығын тәптіштей сұрады. Асыл ағамызды көзіміз көрмегенімен сыртынан қанықпыз. Ағайымыз адамның арыстаны ғой, бәріміздің айбарымыз ғой, саулығына тілектеспін деп едәуір ойға шомып отырды. Ойына не түскенін өзі біледі, әлден уақытта басын көтеріп. Мына жігіттерді құрметтеңдер деп төменгі жақта отырған жігіттің біріне иек қақты. Аға, біз 3-4 күн демалып қонақтық құрмет көрдік. Сізге сәлем беруге келдім деді Тайшығара. Менің қолым тимей сендерді кешіктірдім. Жассыңдар ғой, әлі де жатып ойнап күліңдер деді. Рұқсат болса елге жүру ойда бар. Сізге сәлем бердік, бір парызымыз орындалды. Сен Көбек ағамыздан сәлем әкеліп отырсың ғой, сәлемін айта отыр деді. Ұлы дүрмектің көпшілігі біздің үстімізде болған, әрі жұтқа да кездестік.
Ағайын қиыншылық көретін түрі бар, сондықтан ағаңыз байтақ берсін деді. Аққошқардың сол жағында көк жібектен көйлегі қызыл барқыттан қамзолы бар аласа бойлы ақ пұшық әйел. Ол қайнағаны тентектейді ғой, осы жақтан байтақ сұраған несі деді, аузын сылп еткізіп. Қылтиып байының қасынан шықпай әркімнің аузына қарап жылмыңдап отырған тәмпіш танау ақ қатынға жыны келіп отырған тайшығара әдептен озып байынан бұрын сөйлеген тоқалға ашу келіпті. Саған қор болған атаның малы мен ағаның төсегінің садағасы кеткір. Қуып шық. Сүйреңдеген тіліңді кесіп, ішіңді жарып итке лақтырып тастайтын қатын екенсің деп оның бетін қайырып тастады. Есі жоқ ерке тоқал үйден ата жөнелді. Ашуын зорға басып орнына отырған тайшығара сөйлеп кетті. Бейдің бағы дауда ашылады, батырдың бағы жауда ашылады. Шешенің бағы алқалы топта ашылады, жақсының бағы күнде ашылады. Әйелдің бағы әдебінде, жігіттің бағы алғанында, адамның бағы аманында, әкімнің бағы заманында. Сөздің бағы шындығында. Жортушының басы жолда қалар, жаулаушының басы жауда қалар. Даукестің басы дауда қалар, ғалымның сөзі көпте қалар. Ақынның сөзі жүректе қалар, әншінің үні құлақта қалар. Шебердің қолы істе қалар, от орнында күл қалар. Мал орнына түк қалар. Нулы жерде мал қалар, сулы жерде жан қалар. Жаманнан боқтық, тентектен қайғы қалар. Сөз қуған дауда өлір, батыр жауда өлір. Қарақшы түзде өлір, саудагер жолда өлір. Пәнде алладан ақ бұйрық келгенде өлір, бірақ қатыны жаман күнде өлір. Көбекке байтағыңды мейлің бер, мейлің берме, бірақ күнде өлтіретін әдеп жоқ. Кесапат қуып шықтан құтыл деді. Үй толған адам мына сөздерді естігенде осында отырып қалғандарына өкінді. Ертең сыртқа тарап кетсе, масқара болдық ау. Мұның арты не болар екен деп іштен тартты. Әлден уақытта басын көтерген Аққошқар. Айтуың дұрыс. Я, енді ол әйел 4 күніне барады. Ескі жақтағы жігіттің біреуіне. Ананы еншісімен бүгін 4 күніне апарып салыңдар. Басқа пәле тілден деген. Аққошқар бас жылқышысын шақырып. Мына жігітке 200 бойдақ бөліп беріңдер. Мұны ағайдың ауылы соғымға жетсін. Жасшыға аманшылық болса 150 құлынды биені айдап апарып береді. Сауын қылсын, көмегіміз сол болсын. Еліңе сәлем айт. Алла бетіңнен жарылқасын деп бата беріп қала берді. Қашық жер жолда ұрғары бар, осыншама малды аман жеткізе алама деп сөз қозғады отырғандар. Сонда Аққошқар, мал әкете алмайтын жігітті көбек жібермесе керек. Өздерің көрген жоқсыңдар ма? Жанып тұрған от емес пе? Жолдан ерген бейтаныс жігіт бірге аттанды. Екеуі жылқыны айдап оның ауылына келді. Жігіт қонағын қарсы алып құрметтеді. Ауылдың үлкендерін жинап, қонағасына қатынастырып, көрген білгенін айтып, болған оқиға айтылған сөз көпке тарап кетті. Бейтаныс жігіт атын айтып, сен тегін адам емессің ғой, сынайын деп соңынан еріп ем. Нағыз азамат екенсің. Енді екеуміз дос болайық деп достық белгісін жасады. Тайшығара құшақтап оның құрметін қарсы алды. Ол да өз елінің айтулы азаматы, өнерлі жігіт екен. Аты Қасым, руы Қозған. Тайшығараны досы шығарып салып, жетегіндегі боз жорға атын достықтың белгісі есебінде берді. Малын айдаған Тайшығара аман сау келіп, ауылын қуанды. Тұрмыстың жағдайымен досымды іздеп 5-6 жылдан кейін бардым. Қаза болған екен, орнына дұға оқып қайттым. Бірақ досқа деген құмарым тарқамады деп налғанын естіген екен қарттар. Ауыл тұрмысына араласқан Тайшығара керуенге бас болды. Ол кезде көбіне Қоқан хандығындағы қалаларға барып, сауда жасап керегін әкелетін ел керуенді қорғауға мықты жауынгер жігіттерді қосатын. Тайшығара 5-6 жылдай осындай жолға шығып тұрды. Керуен жолы қиын, қарақшылар көп, өте қауіпті болатын. Осындай бір сапарында сыр бойында отырған шағын ауылға бұрылды. Келсе үлкен боз үйдің айналасы шулаған халық, жылаған әйел, қайғылы үй екен. Қазақтың дәстүрімен сәлем беріп үйге кіріп көңіл айтып дұға оқыған кірешілер төр алдында сақалы кеудесіне түсіп, жасы 70-тен асқан ақсақалдың жалғыз азамат баласының өлгенін естіді. Зарлаған қарт ананың зары ақсақалын жуған көз жасын сүрте алмай қартта егілуде. Сонда Тайшығара, егіле бермеңіз, Алла ақырыңызды берсін деді. Басын кілт көтеріп алған ақсақал, шырағым, айтқаның келсін. Қиынау, кемпірім болса 70-те, өзім 70-тің 4-еуіндемін. Екеуміз де жапырағы түскен ағаштай болдық қой деді. Ата, Аллаға қиын емес сізге ұл беру. Ақырыңызды беріп, көз жасыңызды исін. Әумин қарағым, айтқаның келсін деп қарт орнынан ширақ тұрып, тірекештерге ас бергізді. Қонақтар аттанарда ақсақал, қарағым, затыңды атыңды айтып кетші, сен менің кеудеме сәуле бердің ғой деді. Затым кішарғын, соның ішінде қараман, атым Тайшығара.
Қош айтысып крекештер аттанып кетті. Арада 1-2 жыл өткенде сыр бойын жағалаған крекештер Ташкентке өтті. Базардан олжалы қайтып келе жатқан керуен сырға өтуге келгенде алдынан бір жігіт шығып жөн сұрады. Іштеріңізде тайшығара бар ма? Бар. Ол кім? Тайшығара жалтақтап тұрған балаң жігітке менмін деді. Онда мен сіздерді күтіп тұрмын. Неге? Атам шақырады, сіздерді шақырып кел деді. Крекештер аң-таң қалып жігіттің соңынан еріп ауылға келді. Екінші жігіт қарсы алып қонақтарды түгелде үлкен үйге ертіп келді. Сәлем беріп кіріп келген қонақтарды сақалы беліне түскен ширақ қарт түрегеліп бәрімен қолдасып көңілді қарсы алды. Сақалы желкілдеп қонақтарға құрмет көрсеткен ақсақалды Тайшығара бірден таныды. Үй иесі қысырдың тайын сойдырып, қымызын шұбатын, қою шайын ұсынып, мол дастарханның үстінен қазақтың асыл тағамдары мен түстіктің жемісін толтырды. Қонақтар асқа бас қойып, қаужаңдасып отырғанда 35 пен 40-тың арасындағы ибалы келіншек жастан жаңасқан ер баланы көтеріп келіп, ақсақалдың қолына беріп, өзі қою шайды баппен құйып қонақтарын ұсынды. Құрметті қонақтарым, Алланың рақымы мол екен. Осыдан 3 жыл бұрын жалғыз балам өліп, қосағымыз екеуміз аңырап қалдық. Күйікке шыдамаған кемпірім көп ұзамай фәниден бақиға кетті. Мен 6 қанат үйде жалғыз қалдым. Тіршіліктің мәні болмай нағыз бейшараға айналдым. Сондай қажыған уақытта Тайшығара сенің сөзің мен тілегің есімді жиғызды. Жолдасы барымтада қайтыс болған әйелімнің жалғыз қалған сіңлісі мына Айбалаға үйлендім. Алла тілегімді берді, міне ұлды болдым. Атын Қараман деп қойдым. Бұрын өткенде қайғымды көріп едіңдер, енді қуанышымды бөлісіп қонағасышсын деп күтіп едім. Сендердің көздеріңше ашамай тойын жасайын деді. Қонақтар ақсақалдың құрметін көріп тамашалады. Күреске түсіп жүлдеге де ие болды. Крекештерге түйе бастаған 1 тоғыз сыйлады. Атамыз сол ақсақал әкемдей, баласы інімдей болды. Ташкент Бұқарға жол жүргенде соқпай кетпейтін болдым деп еске алып отырады екен. Қараманның ер жетіп 16-ға толғанда үйленген тойын көріп аяулы ақсақалдың қуанышына ортақ болып өкіл әке болдым. Ақсақал мені бата көйім, саған аруақ қонған, батаң қабыл, қарғысың қатты болады деуші еді. Құдай аузына салды ма, өмірде ондай жағдайлар да болады дейді екен. Сол Қараман 1916 жылғы дүрбелеңде топ бастап патша үкіметіне қарсы шығыпты. Қозғалыс жеңілгенде де жазалаушы отрядқа ұстатпай кедейлерге қамқорлық істеп, Ташкент пен Ақмешіттің арасын шарлап, байлар мен ұлықтардың керуендерін тонап, кедейлер мен жетімдерге бөліп беріп, жазалаушы отрядтармен талай шайқасқа түскен. Жаңа орнаған совет өкіметінің белсенділері мен ОГПУ-дың адамдары да үнемі қудалаумен болған. Олар кейбір әрекеттерді Қараманның тобы жасады деген жалған лақаптар таратып, оны жауыз, кеңес үкіметіне жау деп көрсетудің талай амалдарын жасаған. Оны қарақшы Қараман атандырған. Оны ұстап немесе басын әкеп бергендерге бірнеше рет арнаулы сыйлықтар жарияланған. Советтің жазалаушы орындары қаншама әрекет жасағанымен оны ұстай алмай 1933 жылға дейін қуғындаумен болыпты. Алайда сыр елі өзінің қамқоршы адал азаматын қуғыншылар мен тіміскілеушілерден жасырып қорғап қалған. 1910 жылдардан 1933 жылға дейін бар өмірін арпалыспен халқына жақсылық жасау үшін патша кеңес үкіметтерінің ұлықтарымен күреске арнаған екен сабас. 1933 жылы тең емес кездесуде атысып бірнеше жолдасынан айырылып өзі жараланды. Оның жасырын орнын жансыздар мен ақшаға құныққандар айтып қойып, Қараманның тобы түнде келіп қоршаған әскери адамдар асқан қаталдық көрсеткен. Сол шайқаста 4 жолдасы жаралы Қараманды алып шығып, Ташкент жанындағы Тянь-Шань тауының қуысына апарып жастырады. Соңына түскендер айырылып қалғандарына ыза болып, ішінде Қараманның адамы бар екен деп сезіктенгендерін түрмеге жабады. Қараманның ауылын қысып, бала шағасы мен туыстарын кепілдікке алып, түрмеге жабады. Бұл хабарды естіген жаралы Қараман: енді бала шағаға зиянымды тигізбейін. Бұрын талай босатып алып ем, енді дәрменім жоқ. Жолдастың да көбіне айырылдық. Әлде әлділігін істемей қоймайды. Сондықтан бір ғана жол бар. Ол қандай жол дейді жолдастар? Ол берілу дейді Қараман. Сертіміз олай емес еді ғой деп қарсылық білдіреді жолдастар. Мен бәрін мойныма алам. Ұлыққа, яғни ОГПУ-дың бастығынан бала шағамды босатып, сендерге кешірім сұрайым. Олар алдайды, сені түрмеде өлтіреді ғой. Басқа жол жоқ. Мен мына жарадан бәрібір жазылмаймын. Мені өлтіргеніме сендерді атпайды, әрі отбасыларың аман қалады. Олар сендерді ұстауы мүмкін, бірақ ата алмайды. Жер аударып соттайды.
одан құтыласыңдар. Амандық болса о дүниеде кездесерміз. Аман болсаңдар, қатын бала сендерге елдің ізгі азаматына аманат. Жасай береме мына қатты Келес ауданның ГПУ-не жеткіз деп жолдасының біреуін жұмсады. Онда егер ұсынысы орындалса, кездесетін жері көрсетілген. Ақыры атпал азамат 61 жасында ұсынысын орындатып, ГПУ-дың қанды шеңгеліне өзі түсті. Көптеген адамдар Қараман қарақшының үлкен бандысын жойдық деп жоғары жақтан сыйлықтар алып, дәрежелерін жоғарылатты. Қараман өлгенімен оның халыққа істеген жақсылығы мен жақсы істері аңыз болып, сыр бойындағы елдердің есінде қалыпты. Патша ағзамның шешімі бойынша қазақ даласын толық иелену жоспары жүзеге асқан сайын араны ашылып, орталық Қазақстанға бойлай еніп, Қазақстанды қоршаған әскери бекіністер өз жемісін беріп, отарлаушы Ресейдің тұрақты базасына айналды. Арнаулы жеңілдіктермен шұрайлы жерлерді қазақтардан тартып әперіп, орналастырған қарашекпенділер мен шәркейін сүйреткен орыстар мен украиндар, патшаның жандаралы болған казактар ен даланы еркін жайлап, билігі мен үстемдігін кеңінен жүргізді. Өз биліктерін тұрақтандыру мақсатында патшаның жарлығымен 1868 жылы тағы да 5 облыс ашылды. Соның бірі Торғай облысы, орталығы Орынбор болып белгіленді. Ауылдар бірнеше болыстарға бөлінді. Кезінде жаңалық қазақ халқына қамқорлық делініп, ауылдардың малы, жаны, жері тағы да есепке алынып, қазақ халқы Ресейдің басыбайлы отарына айналды. Бұрын алым салық қана төлесе, енді бас бостандығы мен жерінен бір жол айырылды. Патша ағзамның құзырын орындап, жан тәнімен жұмыс істейтін бұратана халықтан шыққан шағын чиновниктер қатары жауыннан кейінгі саңырау құлақтай қаптады. Жер мен шөп азғанда қаулайтын арам шөптей басшы кетіп, бірлік бұзылып, ел тозғанда өзін-өзі сатқан, жаумен ауыз жаласып, арынан шен мен шекпенді қымбат санаған болыстар мен старшиндер қатары өте тез өсті. Өзің жақсы болу үшін өзгені сат, бай болу үшін ағайынды тона, қатарға ілігу үшін ұлыққа жағына біл. Құдірет билік пен күште, егер осы екеуі болса, адамшылықты, құрмет пен бақытты сатып та, тартып та аласың деген қағида қалыптасып, қандастан жемдес артық деген психология кіріп, санадан орын алды. Қарапайым халық отаршылдардың торына оралған үстіне орала түсті. Барлық зорлық, зомбылық, сатқындық әрекеттер мен табиғи қиыншылықтардың құрсауында, қараңғы тұманында қалып, азаттығы мен ғұмыр бойы қалыптасқан тарихи дәстүрінен, әдет ғұрпынан, салтынан бірте-бірте айырыла бастады. Қазақтың сары алтындай сар даласына қолдан жасалған тарихтың қара шымылдығы кеңінен жайыла берді. Қазіргі Шөптікөл ұжымдық шаруашылығындағы шұрайлы ұзын қоға, жалпақ қоға, Садырбай және Шөпті, Қамысты көлдерді Қопа бойы деп атайды. Ондағы негізгі тұрғындар кіші арғынның Қараман руынан тараған Сүйіндік пен Өтеулі ұрпақтары жоңғар қалмақтарынан елді, жерді босатқанда өз орнына қайтып келіп, ата қонысына тұрақтанған. Олардың көпшілігі Батыр Бөгенбай Қожакейұлы мен жоңғар шапқыншыларына қарсы күресте бірге болған еді. Батысында Мадияр, Шымболатпен, оңтүстігінде Қаздың балаларымен, солтүстігінде Тазы руының балаларымен, шығысында Қырықмылтық атаның ұрпақтарымен шектесіп тіршілік етті. Түбі бір туыс, қаны бір қандас болғанмен басқа бас қосылып, малға мал қосылып, шаруашылығы өсе бастаған ағайын біріне бірі үстемдік жасауды да ұмытпады. Әртүрлі қозғалыстардан кейін патша ұлықтары Торғай бойындағы елді уысында ұстау үшін Торғай даласын бірнеше болыстарға бөліп, оған бірнеше ауылдарды қаратып, өздеріне жағымды адамдарды болыс сайлады. Сондай болыстық Мадияр руынан шыққан бөлтірікке Қаздан Түркебай баласы Баймұратқа тиіпті. Қолдарына билік тиген ру маңайындағы аталарға қысым көрсетіп, қосымша салықтармен тұралатса, шұрайлы жерлерін алып, тиісті құжаттармен өздеріне ата қонысқа айналдырған. Мал байдікі, жер құдайдікі, кім қоныстанса сол ие деп келген қазақ ауылдары жерде есепке алып, қағазбен бекіттіріп алуды қайдан білсін. Бұл жер менікі екеніне ата-баба бейіті күбә деп малын бағып, жаудан қорып, бейбіт өскен аңғал қазақ, адалым осы иманым, жиғаным деп салпақтап жүріп, жерден айырылған білмейді қалды. Осындай халге түскен Қопа бойындағы Қарамандар еді. Мұсылман баласының қиянаты болмайды, өзімде болмаса да көршімде болсын деген ағайын. Айналадағы көршілердің атқа мініп, болыс болып, ел билеген ағайындарының ауылына шырматылып, табанына түскен жерден айырылып, малы айдауға түскенде бірақ біліп, бармаған шайнады. Сөйлесуге тіл, есептесуге ақыл жеткенімен, тізелесуге, теңдесуге қайран жетпеді.
Ақылға қоса білектің күшімен оны жұмсайтын жүрек те керек болды. Мал жайылымы мен кең сахара жерден айырылған соң Момын Қараман ауылының басынан бақыты, қолынан малы кетіп, ар аяққа басылып жігері құм болды. Домаланған доптай айнала жүгірді, бәрінен де қаққы көріп, сусыз көл, нусыз жерде шыр айналып күйзеліп қалды. Басын қосқан ақсақалдар қанша қиналғанымен жігіт жинап, доп бастап, намысын қуатын азамат таппады. Сыр беріп, құда болып, малын бағып, қаз бен мадиярға жолығайық, болмаса таз бен қырықмылтықтан жер сұрайық деп еңселері түсіп, көнбістік пейіл танытқандар да аз болмады. Онда ұрпағымыз азып, екінші бір руға құл боламыз. Жолдың басқасын іздейік, деді дәрі ақсақал. Дәрі-ау, айтқаныңа құлдық, байлауыңды айтсаңшы. Сойыл ұстайтын жастар да бар, бірақ жүректі жігіт шықпай тұр ғой деп қынжылысты қарттар жағы. Егер көпшілігін құп десеңдер, елге Тайшығараны шақырайық. Ол 15 жылдай патшаға қарсы күрескендердің қатарында болды. Талай рет өліммен бетпе-бет келді. От жүректі азамат. Бізді мына қыспақтан содан бөтен алып шығатын азамат жоқ. Егіліп, еңсемізді түсірмей өзгеге барып, еңкейгеннен соған барып еңкейейік деді. Ойбай-ау, бұл ерте жаста кетті. Жасында ешқайсымыз қорған болып көмек жасамадық. Енді бізге қайырлама, деді бірі. Әй, онда сыртта болды ғой, біз білмей қалдық қой, деді екіншісі. Енесі тепкен құлынның еті ауырмайды деген ағайынға өкпіліп елін қорлыққа бермес, деді үшіншісі. Көп сөзді қойып, дәріні Тайшығараға жіберейік. Намысы бар азамат шақырған соң келет, біз елдік жасап дұрыс қарсылатын болайық. Осымен сөз бітті. Жиын тарап, дәрі ақсақал жолға қамданды. Дәрі жолға көп шығып, кіре тартып, ағайынның қамын ойлап, сырттағы да туыстарды сұрастырып біліп жүретін. Ел қорғаны көпке сыйлы ағайынға қамқор ақсақал еді. Дәрден жаман шал, одан Шәйкемел ақсақал. Ол кісі де қатарынан кем болған жоқ. Инабатты, көп бала тәрбиелеп, ағайынға ұйытқы, елге пана, қадірлі қартымыздың бірі, ел бірлігіне, оның тіршілігіне үнемі араласып келеді. Жолдас ертіп, төте жүрген дәрі жолай қонып, бір жетіде Көбек ауылына келді. Сырттай білетін жеңгесіне келіп, сәлемдесіп, жыласып, сықтасып, мауқын басып, қуанысқан ағайын бір жасап қалды. Жасымда қашып, қартайғанда келіп, мені сынайтын дедің бе? Жас қалсам да балаларымды жеткіздім. Ағаңның төсегін таза ұстап, ардан аттамадым. Ағайыннан бөлек болған соң қиыншылықта аз болмады. Бейнеттің талай ауырын өзім де балаларымды көрді деп көз жасын сығып езу тартты шешесі. Айтуың орынды, балапан басына тұрымтай тұсына деген уақыт болды ғой. Елде есеңгіреп қалды. Орында бар оңалар деген еңбегін қайтты, балаларың белгілі азамат болды. Алланың бергеніне шүкіршілік дейік, деді дәрі. Сағынған ағайын Көбек ауылында ай жатты. Өйткені Орынбор кеткен Тайшығараны тосты. Үлкен ауыл кезек-кезек шақырып, дәрілерге зор құрмет жасап, тіпті келген шаруаларын да ұмыттырды. Ағайындармен бірге қыдырып шешеміз деп жасарып бір жасап қалды. Ауылдың шаруасымен алданған Тайшығарада оралып күтіп жатқан ағайындарды көріп қуанышқа бөленді. Қаншама уақыт ағайыннан шет жүргенімен іздеп келген туысты көргенде ет жүрегі езіліп шешесіне: "Апа, тіпті жасарып кетіпсің, елді қатты сағынғансың ғой", деді күлімсіреп. "Ой шырағым, қыз жат жұрттық деп неге айтты дейсің? Әйелге ең бірінші түскен жерінен ыстық жер болмайды. Қиыншылықта кеттік, кейбір ағайынға өкпелегенмен елге өкпе жүрмейді. Туыстарың сені күтіп қалды, шаруаларын сұрадың ба?" деді шешесі күрсініп. "Апа, сағынғандық па? Амандық саулықтан әрі аса алмай жатырмыз. Алла жаса бүгін сұрайым", деді Тайшығара. Кешкі ас судан кейін көршілер тарап, ағайындардың ортасында қалған Тайшығара: "Сіздердің іздеп келгендерің бізді қатты қуантты, дегенмен сіздерде айтарлықтай шаруа бар шығар. Кімде болса тіршілік қамымен жүреді ғой, жол алыс, жер шалғай", деді. "Иә", деді дәрі. "Жүздесу ойымыз бұрында болған, дегенмен дәм тартпады. Амандықты сырттан ғана сұрап жатамыз. Біз туған жерде ата қоныста болғанымызбен айдарымыздан онша желесіп отырғанымыз жоқ. Ақыл болғанымен білек жоқ, білек болғанымен жүрек жоқ" деп елдің қиыншылығын, ата қоныстан айырылғанын, көршіден көрген қысымын, әлдінің мазағын қысқаша баяндады. "Осындай жағдайларға байланысты саған келіп отырмыз. Елге көш, бізге тірек, елге басшы бол. Келешек ұрпаққа қоныс болатын, малына өріс болатын ата қонысты қайтып алып, елге ырыс бол дей келдік. Ағайынның сәлемін арқалап өзіңе қолқа сала келіп отырмын. Елдің еңсесін көтер", деді дәрі суланған көзін үлкен ақ орамалмен сүртіп.
Қалың ел қайрат қыла алмай осыншалық мүсәпірді күй кешкенде менің балам не істей алады деп қартана жылап жіберді. Одан да жылы орнымызды суытпайық деді Қайран ана елді қимағанмен, бала мерт бола ма деп қауіп ойлап. Апа жылама, елді қыспаққа қойып мұнда тыныш жатқаным болмас. Көбек ағадан бәріміз барып жағдайды айтып алдынан өтейік. Қиыншылықта дәм тұзын татып ем, мәрт адам ғой, ұлықсат жасап батасын берер деді Тайшығара. Ұлы сәскеде дәрі бастаған ағайындар ел ағасы Көбектің үйіне келіп сәлем берді. Қымыз ішіп жайланғаннан кейін Көбек: алыстан келген ағайын, шаруаларыңды айта отырыңдар, әнілеріңді күтіп біраз алдандыңдар ғой деді. Жайымен Тайшығараға көз тастап дәрі сөз бастады. Ағай, туысқа қосылып қуанысып қалдық. Сізбен жүздесіп тәрбиелі сөздері естіп құрмет көрдік. Біз бұл келісімге өте қуаныштымыз. Ата қоныста отырғанмен әлді ағайыннан көрген зәбіріміз бар. Малымыз жайлаудан қалып, өзіміз қатардан қалып, есеміз кеткен жайымыз бар. Санымыз болғанымен сапамыз болмай, басымыз болғанымен басшымыз болмай, білек болғанымен жүрегіміз болмай, сырттағы азаматымызды іздеп келгеніміз өзіңізге айтпасақ та түсінікті ғой деді егіліп. Азамат біздікі болғанымен тәрбие сіздікі, сүйегі біздікі болғанымен еті сіздікі, намыс қысқанымен, туыс қолқа салғанымен ол сізден ұлықсатсыз бізге ергісі келмейді, ендігі билік сізде деді. Үй толған адамдар сілтідей тынып қабыр еткен жан болмады. Әркімнің алған демі ғана естіліп тұрды. Ұзақ үнсіздіктен кейін етектей ақ шаршы орамалын алып бетін сипаған Көбек: шырағым Тайшығара, мен саған ризамын. Інілік борышыңды ақтадың. Қолымдағы алмас қылышым едің, сүйенішімнің бір едің. Қиналған туысқа болыспасақ, елдің намысын қумасақ, келер ұрпақ екеумізді кешпейді ғой. Мен ұлықсат еттім, еншіңді бөлмеп едім. Жиналған малдан қанша алсаң да қолыңды қақпайым, тағы тілегің болса айт деді. Сонда Тайшығара: астымдағы ақтабан атымды берсеңіз болды, енші сұрамайым. Маған батаңызды беріңіз, содан басқа тілегім жоқ деді қолын жайып. Көбек: алла жарылқасын, алдыңнан дұшпан өтпесін, артыңнан жауың жетпесін, аузың дуалы болсын, ырыздығың көп болсын, еліңнің еңсесін көтеріп ағайынға қалаулы бол, көлеңкең мол, саялы болсын, туысың аз, тумаласың көп болсын, ғұмырды алла береді, бақыт ерге өзі келеді, адал елдің қорғаны елі деген, сен елге, ел саған қорған болсын деп батасын беріп, орнынан тұрып Тайшығараны құшақтап бауырына басты. Тайшығараларды ауыл болып шығарып салды. Шағын көш қырасып көрінбей кеткенше ауылдың адамдары үйге кірмей сыртта көз жеткен жерге дейін қарап тұрды. Ауыл адамдарының өздері ауылда болғанымен көңілдері көшпен бірге кеткендей болды. Көш 2-3 қонақ ұзап шыққан соң Тайшығара: бұрыста болса жалдамаға соға кетейік деген ойын білдірді. Шырағым әбден болады деді дәрі. Жалдаманы көріп Жермоладағы ата қорымына дұға оқиын деп ем, оның өте орынды. Сонымен айдаға малы жоқ 2 түйеге артқан азғана жүгі бар көш 5-6 күнде тура Тайлағатқанның үстінен құлады. Жолаушылар аттан түсіп түйелерін шөгерді. Тайлағатқанның төбесінен жалдама Қарынсалдының бойы түгел көзге түсті. Сылдырап аққан мол су, арқаның құба жоны, самал желі шырылдаған әнші торғайы, бетегелі бозы бойды сергітіп жүректі тербеткендей болды. Ашық далада шай су ішіп тынығып, дастарханға дұға оқылып бата істелген соң Тайшығара шешесіне: апа, ренжімесең мына киіз үйді азғантай дүниені осы жерде өртеп жіберем, екеуміздің бейнетіміз осымен кетсін деді. Мақұл, өзің аман бол, боқ дүние кімге жолдас болады деді шешесі. Тайлағатқанның төбесіне киіз үйді үстеріндегі киімдерінен басқа дүниелерін бір жерге жинап от қойды. Жанған дүниеге қараған ешкім болған жоқ. Өздері Жермолаға келіп, аруақтарға дұға оқып, өзен суына беті қолын жуды. Бұларды көріп шақыра келген кіші атамыздың ауылының адамдарына еріп ас су ішуге бет бұрды. Дәрі бір жігітті Қопа бойындағы елге аттандырды. Біз 3 күндей жалдама бойындағы ағайындарды боламыз, соған дейін Тайшығара ауылы дайын болсын деді. Сосын Тайшығарадан ауылды қайда қондырғанымыз дұрыс деп сұрады. Аға, біздің ауыл Мадияр мен шекарадан, олардың жанына тиетін жерге қондырылсын.
Болса да көрсетін болсақ бастай берейік, деді күлімсіреп. Жалдама бойындағы ағайындар 3 күндей дәрі бастаған топты қонақ қылды. Қарттар әдейі бұрылып келген Тайшығараға риза болып батасын беріп, Қаратамдағы Қожеке атасына дұға оқыды. Алыстағы ел аңсап отыр ғой деп қонақтарды қопа бойына аттандырды. Тайшығараның ауылын мадиярлардың ауылына жақын Қарақұдықтың басына тігіп, желге биелер байлаған. Сәнімен тігілген 10 ақ үй, ұзын желге 30 бие байланып, қотанға 500-дей қой қамалған. Қызыл жасыл киінген қыз келіншек жеңін түріп, белін байлаған ыңғайлы жас жігіттер мал сойып, ат байлап зыр жүгіруде. Ауыл үсті тойға жиналғандай мәресере болды. Керме тартылып, жараулы аттар байланып, киіз үйдің белдеулеріне қатқан сойылдар қыстырылған. Жайшылықта 5-6 атты көрінсе үйге кіріп, бой тасалайтын жастар ерекше жігерленіп, қолдарына түкіріп, атын қамшысын дайындап, бізге де шындап айқасатын күн туады деп екіленіп жүргендері де құр емес. Табан астында пайда болған сұраусыз қонған ауылға қаны қайнап намысқа қозған 10 шақты мадияр жігіттері шауып келгенімен жиналған қалың адамға бата алмай кейін қайтты. Сырттағы малшылардан мына дүрлігістің мәнін сұраған мадиярлар аты шулы Тайшығараның жалдамаға келе жатқанын естіді. Тайшығара келгенше ауылды көшірмекші болып келген 20 шақты жігіт көпке ештеңе істей алмай қызыл тақия киіп кейін қайтты. Апырмай, береке басы бірлікте деген рас екен ғой. Жайшылықта өзіміз қарасынан қорқатын мадиярлардың жігіттерін қуып салдық қой деп желпінген жігіттер көпке дейін аптығын баса алмады. Осындай қым-қуыт уақытта дәрі інісін ертіп Қарақұдыққа келіп түскен еді. Қуанышты той жетіге созылды. Ақсақалдар ауылына тарады. Халық жиналып тұрғанда ауылды шабуға мадияр жігіттер де батпады. Ауыл аралық сәлем сауқаттан әр аспады. Тайшығара туыстарына алаң болмай ауылдарыңа қайта беріңдер. Менің жаныма сайыс өнерін үйренуге 20 шақты белді жігіттерді қалдырыңдар. Мен оларды 1 айдай сайысқа жаттықтырам. Келгендер болса қарсы аламыз. Еркін ештеңе алаң болмай жайлауда отырыңдар, деді. Малды қуып, қысым көрсетіп, ауылдарыңа келген адамдар болса байлап маған әкеп беріңдер. Басқаша жаза қолданбаңдар, деп тапсырды. Тайшығара жас жігіттерді күнде ауыл сыртына шығарып сайыс өнерін үйретті. Төгілген тер текке кетпеді. Көптеген жігіттер ат үстіндегі сайыс өнерін ат ұстау барымта жолдарында үйреніп меңгерді. Олар кейіннен елдің белді де сенімді атпал азаматтары, ауылдың айбары, ел қорғаны болуға жарады. Атап айтқанда Сыпсыңбай, Жайнақ, Рахмет, Ахмет, Райымбек тағы да басқа. Көрші мадиярлар да қарап жатпай тиісуге ілігіздеді. Малдарын жайып келіп, ауылдың Қарақұдығынан түсте суарып, кешке алып кетіп жүрді. Малшыларға қамшы көтергісі келген жас жігіттерге Тайшығара тоқтау салды. Малшы сорлыда не жазық бар? Одан да күнде түсте болыстың бір малын сойып, етін малшыларға да жекізіп, басын тартып, қалған етін бөліп жеп отырыңдар. Күнде жас ет болады. Қайта малшыларға күнде келіп тұрдеңдер. Малшылармен төбелесіп пайда таппайсыңдар, малы көп болса келе берсін. Сендер семізін сойып жей беріңдер. Осындай жағдай айға созылды. Күнде бір малынан айырылған соң ол ауылдың малы ауылға келмек түгілі аяқ баспайтын болды. Мұны естіген би көршілер малына ие болып, ауылын кейін ығыстыратын күйге түсті. Тайшығара дайындықтан өткен жігіттерін 5-6 адамнан топтап ауыл шекарасын аралатып, жайлемді кеңейте түсті. Бұрын үстем болып, еркін жайлаған ауылдар намыс қуып, ара-тұра Тайшығараның жігіттерімен қақтығысқа түскеннен пайда таба алмады. Шыныққан, ұйымдасқан азаматтар теңдік бермеді. Көрші ағайындар күрестің басқа жолын іздеді. Бақ таласы мен жер таласы тоқтамай жалғаса берді. Ұзын қоға, жалпақ қоға, Садырбай, Кенжебай, Тоқбай, Бәйбіше, Олжағұл, Сүйіндік ханның бойы Қараман сайын толық емденгенше жер таласын тоқтатпауға Тайшығарада белін бекем байлады. Қопадағы ағайындарға келіп орналасқан Тайшығара Қараман ұрпақтарының 1760 жылдары меншіктеген жер көлеміне иемденіп, ел адамдарын ауыл-ауыл етіп, қайтадан жайлауға қоныстандыра бастады. Мұндай еркінсу мадияр ағайынға оның болысы бөлтірікке ұнамайтыны өзінен өзі түсінікті. Оңтүстіктегі қаздың балалары да еркін жайлап, үстемдік істеп, иешілік жасаған. Қараман сайы ханның бойы жіңішке жайлауына иек артқан. Қараманның балаларына іштей қынжыла бастады. Сабырмен істеп, ұтымды жерін қолдан шығармайтын Баймұрат. Көршіміз ғой, әзірге тату бола тұрайық, әліптің артын бағайық, деді ауылдастарына. Меніңше алдымен арғының 2 атасы ұстасын. Олар бірін-бірі талай тұрғаны дұрыс. Одан біз ұтылмаймыз.
Тайшығара білек күші бар батыр болғанымен ашық сайысқа шыға алмайды. Батырлықтың күні өткен. Ал бөлтіріктің қолында патша ұлықтары берген билік бар. Ол қарамандардың жерін Ояз арқылы келтіріп, құжаттарын дайындап алған. Бөлтірікті Ояз қолдайды. Әрі кетсе бекіністе әскер бар. Сондықтан бөлтірікті Тайшығараға өшіктіре түсу керек деді. Өз күндерін шала көріп, бұрынғы билігінен айырылып, болыстар мен жуандардың аузына қарап, аузынан дуасы, қолынан пәрмені кеткен билер Баймұратқа бас шұлғып, қошемет көрсеткеннен әрі бара алмады. Екі-үш би Баймұраттың сәлемін айтуға бөлтірікке аттанды. Жылпос билер тобы Қопадағы Қараманға Тайшығара деген қарақшы келіп, жерімізді жайлап, малымызды ұрлап, жөн сұраған адамдарымызды ұрып зәбір береді. Өзі Кенесары мен Есеттің қозғалысына қатынасқан, ниеті жат деген арызды арқалап Оязға аттанды. Іші қайнап, қол астындағы жеріне баса көктей кіріп, ешілік жасаған Тайшығараға қаны қарайып, өзіне одақтас іздеп отырғанда Баймұраттың билердің келуі іздегенге сұрағандай болды. Бірақ сырын алдырмай, айтуларың орынды дегенмен күшке бармай-ақ шешерміз. Патша ағзамның заңы бар ғой, оны Баймұрат білсе керек деп аттандырып салды. Билер бөлтіріктің сырын біле алмады. Алайда бұл қайтарылған жауапты Баймұрат түсінді. Сондықтан да жоғарғы жаққа шағымдарын жөнелтіп жата берді. Бөлтірік Тайшығарамен шайқасты жіңішке тәсілмен бастап, өзіне қараған болыстың адамдарының атынан Орынбордың генерал-губернаторына Тайшығараның үстінен жинаған құжаттар мен арыз шағымдар ұйымдастырып, сенімді деген 3 адамын тарту таралығымен аттандырды. Тайшығара да қарап жатпай, болыстың оның туыстарының қылықтарын хатқа түсіріп, Жайнақты бас қылып, 3 жігітті бұлдаттандырды. Жақын інісі Жайнаққа тапсырғаны, бөлтіріктің адамдарын ұстап ал, қолындағы хаттарын тартып ал, оларды 4-5 ай бұл жаққа жіберме, олардың губернаторға апара жатқан сыйлығын мына хатпен қосып, өз атымыздан тапсыр. Мадиярлардан барған адамдар болса, ұлықтарға кездестірмеуге тырыс. 6 айдай Орынборда бол. Біз мұнда қарап жатпаспыз деп шығарып салды. Жайнақ тапсырманы мүлтіксіз орындады. Қолына сый тиген губернатор Тайшығараның хатын мұқият оқып, торғайдағы кәрі Ояз Яковлевке өзің барып, съезді өткізіп, билік жолымен шеш деп тәртіп соқты. Қағаз арнаулы пошта арқылы Яковлевке кетті. Жайнақ жігіттерін елге қайырып, өзі Орынборда қалды. Яковлев губернатордан келген қағаз бойынша съезді өткізуге қоңыраулы болысын аттанды. Съезге Мадияр ағайындар мен бөлтірік ерекше дайындық жасады. Қызбел тауының көк шалғынды қайнарына астағыдай сәнмен бірнеше ақ үйлер қатар түзеп, желдеп биелер байланды. Ояздың қатынасуымен қазақ сахарасында съез өткізу өте сирек болатын. Ағайын арасындағы дау-шар билердің қатынасуымен болмаса барымтамен тынатын, әрі кетсе болыстың араласуымен шешілетін. Мына жиын торғай бойын дүр сілкіндірді. Естіген жұрт әртүрлі жорамалдар айтып, ауыздан шыққан сөз құлақтан құлаққа жетіп жатты. Сөз төркіні мынандай: ұлыққа сыйлы, өзі ірі атадан шыққан бөлтірік Тайшығараны жұтып қояды. Момын Қараман елі тоз-тоз болып, әр Мадиярдың есігінде кетеді. Еліне теңдік әперіп, жер алам деген Тайшығара қаңғып ит жеккенге кетеді. Болмаса абақтыда шірейт деген болжамдар ел арасына кеңінен тарады. Торғай даласында байлар мен кедейлер тобының іргесі әлі жөнді ашылмағанымен, үстемдік пен бағыныштылық етек алып, бөлектену туыстықтан гөрі кәсіби тілектестік ұғымдары ояна бастаған. Би мен болыстар қарапайым халықтан оқшаулана бастаған кез, олардың үстемдігі жан-жақты сезілген. Өйткені жердің шұрайлысы соларда, олардан алым салықты аз алынады. Қарапайым халық екі жақты қысымға толық түскен кезі болатын. Мадиярға азуы батпай бөлтіріктен қысым көрген шағын ауылдар мен жалшы кедейлер Тайшығараға тілеулес болды. Шіркін бөлтірік жеңіліп, Тайшығараның мерейі үстем болса деген қарапайым халықтың арасында үміттенген тілектер де болды. Съездің болатынын естіген ел әр қимыл мен өрбіген өсекті қалт жібермей бағып отырды. Жиын болатын жерге тілін безеген билер мен жағын жаныған өсекшілер, қарын қамын ойлайтын кезбелер, жуан қарын байлар мен жиында шу шығаратын содырлар да келді. Әлділерді әлдилейтін, шашпауын көтеріп өсекті өрбітетін жағымпаздар мен жылпостар да ат сабалтып жетті. Арын қорғайтын азаматтар мен зәбір көрген жандар да жиналды. Ұлыққа құрмет көрсетуге жыршылар мен әншілер тобы да шақырылды. Яковлев түсетін үйдің іші безендіріліп, еуропалық типпен жабдықталды. Табақ есебінде кресло қойылып, масахана құрылып, ішіне алтын күмістен зерленген сүйекпен безендірілген ағаш төсек салынды.
Үлкен столдың үсті дәмді тағамдарға толып, мың бұралған келіншектер мен жылпос жігіттер қонақтарға қызмет етті. Ояз түсетін үйдің айналасына бірнеше үй тігіліп, оларға қызметшілер мен күзетшілер орналасты. Аудармашы татар жігіті мен бас сақшы да жеке үйлерге орналастырылды. Онсыз да құлпырған көк шөптің үстіне араба кілемдер төселіп, жас бұзау мен құлын еттерінен ас дайындалып, оған даланың дуадағының жас еті қосылды. Оязға құрметтің неше түрлі жасалды. Дәмді ас дайындауға ноғай қыздар да қатынастырылды. Осындай құрмет көріп қошеметке бөленген Яковлев жандағы болыстардан ел жағдайын сұрап, олардың тыныс тіршілігін білген болды. Болыстар жамырасып ел ішіндегі тентектер мен өздеріне қарсы келетіндерді айтып, бір зарласа, бүлікшіл бұзық деп тайшығараны жамандап екі зарлады. 2-3 күн жатып дем алып, құрмет көріп, қазақтың қонақ күтудегі тұрмыс салтын тамашалап, көңілі желдеп, Яковлев съезд өткізетін алаңға келді. Мұнда келгеніне қатты қуанған Яковлевтің әйелі болды. Бейне бір ашық даладағы театр спектаклін тамашалағандай сезінді. Санкт-Петербургтың театр мына даладағы сахнамен салыстырғанда жансыз қимыл, сәнсіз киім, нәрсіз бояудай көрінді. Ат құлағында ойнаған қазақ жігіттер бейне неміс рыцарьлардың көзін елестетті. Түнгі таза ауадағы әншілердің сазды әуені өзі түсінбесе де ерекше сезімге бөледі. Оған ұнамаған жуан қарын байлардың былш-былш ет жегендері, пәуескеге 6 ат жеккен Яковлев әйелмен топ ортасына келіп тоқтады. Айналасында мылтығы асынып қоқаңдаған 20 солдаты бар. Артында парат жеккен пәуескеден тілмаш пен жасақ басшысы түсіп, Яковлевке тағзым етті. Олардан кейін бір топ билер мен байлар барып, тағзым етіп, саулық тілеп, патша ағзамға адал қызмет ететінін айтты. Яковлев оларға онша мән бермей жиналған топты көзімен шолып өтті. Адамдардың көбі атта, қабақтары қатулы екенін аңғарды. Яковлев ойша бүлікшіл бұзық тайшығараны көргісі келді. Екінші қарағанда оқшау тұрған 40-50 шамалы аттыларға көз түсті. Ортасында оқтаудай жараған қаракөк ат мінген ұзын бойлы қара сұр адамға көзі түсіп, жүрегі өз-өзінен діретті. Осылардың тайшығара дегені осы шығар. Мына аттылар лап қойса, өзінің 20 солдаты не істейді? Болыстар мұны қорғап қалу екіталай. Олардың қолынан өздерін қорғау да келмейді. Бүгінгі шешімге сай өз тағдыры да шешіліп қалуы мүмкін. Әйелімді мұнда әкелгенімде қате болды. Ол да даланы көрем деп қалмай қойды. Түсі бұзылып ойға қалған Ояз әйеліне қарады. Әйелінің ойында ештеңе жоқ. Беті бал-бұл жанып, өзі қауіптенген топтан көз алмай тұрғанын байқады. Әй, әйелдер, ай, көңілдерің ауса кім екеніне қарамай құмартасыңдар-ау. Сені көз алдырмай баурап алып тұрған бүлікшіл жігіт-ау, оның жау екенін ойламай антығып тұрсың-ау деп көңілі жасып қалды. Бүгін бөлтірікті қолдамаса даладағы билігі де әлсірейді. Яковлев шын қиналысқа түсті. Дегенмен сезді бастауға бекінді. Өзі пәуескеден түспей есігін ашып отырып, бас жасақшыға сақ болуды, күдікті жағдай болса бірден қару қолдануды тапсырды. Жиынға келерде тайшығарада көптеген өсектерді естіген. Баймұрат пен бөлтіріктің астыртын біріккенін, өзінің үстінен неше түрлі жала жабылған шағымдардың қарша борап түскен білетін. Орынборға барған шағымшыларда жайнақ ұстап алып, ат көлігін хаттарын тартып алып, берілген тапсырманы орындап жатқаны өзіне белгілі. Бұл жиында жеңудің жолы ұтымды сөз, әрі қолдың күші керек екенін ұқты. Жігіттерін дайындап, қалай әрекет жасайтын жол үстінде ескертті. Бүгін біз қалайды ұту керек. Біріншіден билікке өзім шығам. Екіншіден сендер дайын тұрыңдар. Яғни Ояздың солдаттарын оқ шығармай ұстап қалу. Сол үшін Ояздың пәуескесіне жақын тұрып, мен пәуескеге ұмтылсам, сендер солдаттарға лап қойып аттан аударып алып, қолдарындағы қаруларын алдыңдар. Қалғандарың бөлтіріктің адамдарын бақыңдар. Қару тек қамшы болсын. Менің атымды ұстаған адамның жанында 5 адам болсын. Мен Оязды әйелімен қоса пәуескеден шығармай алып кетуім керек. Яғни Ояздың әйелімен екеуі маған кепілдік беріп, өзімізге тимей жерді беретін болады. Болмаса менің қолымнан өледі. Бұл соңғы шешім. Бесеудің пәуескенің соңынан еріп, қуғыншылардан қорғайсыңдар. Дұрыс шешім болса, қан төгіске бармаймыз. Мен билікке шыққанда оң қолым қойнымда болады. Онда мына тапанша оқтаулы дайын тұрады. Менің қарусыз еместігімді Оязда сезуі мүмкін. Сонымен бәріміз 4 топқа бөлінеміз. Үлкендер көпшілікпен болады, оны дәрі ақсақал бастайды. Солдаттар мен айқасты рахмет саған тапсырам, сен бастайсың. Менен белгі болмай қозғалмайсың. Менің атымды ұстайтын және Ояз мінген пәуескені қорғайтын топты сыпсыңбай сен бастайсың.
Мадияр жігіттер қозғалатын болса, оған қарсы Ахмет, сен 15 адаммен тойтарыс бер. Аздап қол байлап бөгеу болсаң болды. Біз ұзап шығысымен елге тарта беріңдер. Хабар өзімізден болады. Айқастан қорқатыңдарың болса, елге кете беріңдер. Жұрт шу ете қалды. Біз сізбен әр уақытта бір боламыз. Бізді бастай бер. Біздің де тірілетін кезіміз болады деп шуласты. Осындай мәмілеге келген көпшілік сырын ішіне жасырысып, қас қағым сәтті күтіп, Ояздың қимылын бағып тұр. Яковлев, Мадияр руы мен Қараман руы жерге таласып, екі жағада Оязға арызданды. Соны шешу үшін съезд ашқалы отырмыз. Мадияр руының заң жолымен келістіріп алған жеріне басып кіріп, зорлық жасап отырған Қарамандар көрінеді. Сондықтан екі жағынан екі адам шығып, шағымдарын өз ауыздарымен айтсын. Біз тыңдап шешеміз. Аудармашы қазақшаға аударып көпшілікке хабарлады. Мадиярлар жағынан Бөлтіріктің әкесі Нұрым би шықты. Қарамандар жағынан Тайшығара ортаға шығып, Ояздың пәуескесінің алдына келіп, сәлемдесудің рәсімін жасады. Аққудың көгілдіріндей мөлдіреген Ояздың қаз мойын сұлу әйеліне жалт қарап, өткір көзін төңкеріп бір қарады. Нұрым құсап, қол қусырып, басын иіп, тағзым етпей, тәкаппар, еңкеймеген шалқақ кеуде, зор денелі өткір көзді сері жігіт Яковлевтің әйелінің жүрек қылын қозғады. Елеп, ілтипат көрсетпеген батыр жігітке іштей өкпелі сезімі де лып етіп бетіне шықты. Алайда өкпесінен гөрі құмарлығы басым болып, жәудіреген көкшіл көзі Тайшығарадан бөтенді көрмеді. Қазақтың арасында болып олардың психологиясын зерттеген Яковлев өзін өзі ұстауға тырысты. Бір сәт Нұрым мен Тайшығараға бұрылып сөйлеңдер деді. Зәбір көрдім деп шағынған сіздер, сондықтан сіз сөйлеңіздер деді Тайшығара Нұрым биге жол беріп. Нұрым би дауысы жіңішке, көзге қораш адам екен, сөйлеп кетті. Құрметті патша ағзамның өкілі, біз сіздің құзырыңызда болып, адал қызмет істеген руымыз. Сізді көргенде ақ патшаның ай жүзін көргендей болдық. Жыл сайын алым салығымызды төлеп, патшаның шуақты көлеңкесінде отырған елге мына Қараман ауылы маза беруді қойды. Жаз жайлауымыз, қыс мал салатын қопаларымызды емденіп бергісі келмейді. Барған малымызды кері айдап, отынан қалдырып, күйін кетірді. Тіпті малымызды да ұрлайды. Өтеміздің бойы да жететін еді бұларға. Оған қанағаттанбай, жалпақ қоға, ұзын қоға, бәйбіше Садырбайды, мың жылқы тауысы алмайтын қарақұдықты бермей отыр. Бізді Қоңырауылдан шығарғысы келмейді. Әрлі уақытты 10-нан астам қопаларды қайыру керек. Малымызды бағып тыныш отырған ауылды бұзып жүрген бүлікшіл қарақшы Тайшығара. Кеше Кенесары мен Есеттің сарбазы болған. Патшаға қарсы адам. Сізден алған жеріміз, көлдеріміз бен жынысты қопамыз өзімізге қайрылсын. Мынаны итжеккенге айтып, Қарамандарды көшіріп, ол жерге шын болатты таздарды қоныстандырамыз. Әділ ұлық, патшаның көзі, құрметті жандаралы өзінің адал құлдарын қолдайды деп сенеміз. Алда сізге ұзақ ғұмыр берсін. Бір биенің сауымындай ұзақ шешіле сөйлеген Нұрымның сөзі көпшілікті жалықтыра бастады. Аудармашы татар алғанын ақтап, тәптіштеп барынша мәнерлеп аударып шықты. Барынша мақтау естіген Яковлев мына бандит не дәлел айтар екен. Бұл іс сөз жоқ, Бөлтіріктің пайдасына шешілетін болды деп ойлады. Көпшілік мына Нұрым қатырды, Ояздың бетін алды. Мынандай сөздерге Тайшығара дәлел тауып айта алмас. Жерден айырылатын болды. Мүмкін күшке салатын шығар. Қарулы солдаттар оған жібермес деп іштерін тартқандар да, ауыр күрсініп, қайғы тартқандар да бар. Қан ішіне тартып, қамшысымен қындағы кездігін сығымда ұстағандар да болды. Осының бәріне бейжай қарап аудармашының мақтан сөздеріне мән бермеген бір адам болды. Ол Яковлевтің ерке тотай еді. Оның ойымен көзі жай барақат жымиып қана тыңдап отырған Тайшығарада болды. Нұрымның сөзі жағып марқайып отырған Яковлев немқұрайлы ғана. Айтатын нақты дәлелің болса айт, деді Тайшығараға иек көтеріп. Тайшығара күлімсіреген қалыпта орнынан атып тұрып. Иә, көпшілік бүгінде менің жолым болатын болды деп саңқ ете қалды. Бұл дауыс көпшілікті селк еткізіп ұйқысынан оятқандай болды. Мен жорыққа аттанғанда болмаса барымтада жолым боларда, алдымнан сұлу қыз немесе жалындаған жас келіншек шығушы еді. Бүгінде сыңсып алдымнан кәрі қыз шықты ғой. Айыбы кәрлеу болмаса, әжетке жарап қалар деді. Бұл сөзге жиналған жұрт балаша қарқылдап күлді. Қызық қуған адамдар Нұрымның қыздай сыңсыған жіңішке дауысын естеріне алып, күлкі ұзаққа созылды. Ояздың ерке сұлу әйелі, мына киргиз көпшілікті күлдіретін не айтты деп аудармашымен күйеуіне наз қылды. Аударуға ұялса да, амалсыздан Тайшығараның сөзін орысшаға сөзбен сөз аударды. Тайшығараның сөзінің әсері сондай болды, сұлу әйел көзінен жас шыққанша күлді. Оған Ояз да қосылып күлді.
Бұл спектакль солдаттарға да қатты әсер етті. Күлкісін тыйған әйел: «Мына жігіт не тілейді?» деді. «Қазіргі отырған жерлерін өздеріне қалдыруды сұрайды» деді Ояз. Әйел: «Көпшілік қолдаған батыр жігіттің тілегін орында, бізге де амандық керек. Қайта осындайлармен дос болайық. Мына болыстарың көпшілікке күлкі болған жоқ па? Байқадың ба? Оң қолын қойнынан алмай жақын келіп тұр. Дұрыс шешпесең екеуміз де аман құтыла алмаймыз. Мына солдаттар бізге қорған бола алмайды. Киргиз демесең нағыз рыцарь екен» деді. Еркелі иығына асылып, сонда да аспандай көгілдір көзін Тайшығарадан алмай, күйеуіне емес, бейтаныс жігітке еркелегендей бейнеде болды. «Тілегіңді айт» деді Яковлев Тайшығараға. «Қазіргі өзіңіз отырған жерлер мен қопалы көлдер өзімізде қалсын. Сол жерлерге құжат беріңіз» деді өктемінмен. «Мадиярлардың талабы орынсыз деп табылып, арызы аяқсыз қалсын» деді Ояз зілді үнмен. Осымен съезд жабық деп жарияланды. Тайшығара қойнынан қолын алып, Яковлевке, оның сұлу әйеліне де рахметін айтты. Алтын түсті, сары шашы үлпілдеп, ұзын ақ жібек көйлегінің алдын екі қолмен шымшып қана ұстап, етегін сәл жоғары көтеріп, күймеден жерге түсті. Көмекке ұмтылған аудармашы татар жігітін сәл ғана жасқағандай белгі беріп, масада кілемді басып, тоқпақтай қос бұрма мықынын соғып, қаз мойын созып, басын жоғары көтере түсіп, Тайшығараның қасына келіп, ақ жібек перчаткасын шешіп, жалаңаш қолын Тайшығараға елжірей ұсынды. Әйелдік сезіммен жігітке деген құштарлықтан жиі соққан жүрегінен кеуде тұсы дірілдегендей, кеудесі тар, етегі мол көйлекті екі алмасы шертіп шығатындай деммен қоса қозғалып, жүрекпен бірге тербеліп ала сұрады. Ашық мінезді ерке әйел қоңыраудай сылдыраған даусымен: «Батыр жігіт, жеңісіңмен, қуанышыңа ортақпын. Шіркін, жігіттің бәрі сіздей болса ғой» деді назданып. Қызбелдегі кездесуді әйел үнемі есіне алатын болыпты. Яковлев пен Тайшығараның арасында да сыйластық қалыптасыпты. Бұл кісілер бұдан кейін де бірнеше рет кездессе керек. Сөйтіп, қопа бойындағы ағайындар ата қонысын емденіп, тынысы кеңейіп, іргелі ауылға айналды. Бөлтірік пен Тайшығара іштей бақталас болғанымен бірін-бірі қатты сыйлапты. Тайшығара ауылдың күнделікті тіршілігіне онша араласпаған, болыстық пен ауыл билігіне таласпаған. Бөлтірік батыраға деп Тайшығараның алдына шықпапты. Ағайындар татулықты сақтап, сыйлас көршілер болыпты. Жалғасы бар.